Ассалаумағалейкум. Бізде сенсорный аяқ қосқыш переключатель. Проходной екі жақта аяқ қосқыш. Бізде 6 провод шығып тұр. Бұл кәдімгі проходнойдың системасы бойынша жалғанған 6 тал сым шығып тұр. Енді біз осыны өзгертіп сенсорныйға жалғайтын боламыз. Бізге бір ғана фаза керек. Бір фазаны жалғадық, және оған бос қалған көк проводты қоса жалғадық. Және сары провод контрольный дейді. Екінші указательдің осындай контрольный 53 дегені бар, соған қосамыз. Енді екінші басын өтеміз. Екінші басында да осындай 6 тал провод шығып тұр. Біз жаңағы жалғаған фазамызды тауып аламыз. Қосып жалған. Яғни мынау. Сары жалғанда. Енді мынау екі қоңыр. Бұл лампочканың фазасы. Енді осыларды жалғайтын боламыз. Енді біз артылған екі проводты екеуіне қосып жалғадық, және сары мен көкті лампочканың екі қысымына қосып жалғадық. Біз арғы жағына ана выключательге бару үшін лампочканың екі қысымы ар жағына бару үшін фазасы қосып жалғадық. Арғы жағынан келген екі қысым, екі лампочканың екісі мына жағынан келіп, мына үстен шалған. Сонда осындай форматта сол система бойынша жалғанған болады бізде.